екінші қабат балконға қарай өте беріңіздер. Ал қалғанда аймақтарға сіздер әлі де фестиваль барысында барып үлгересіздер. Жемісті өтсін, сәтті өтсін. Екінші этажда, яғни балконда бәлкім сіздер осы фестиваль. Поиграть в квест. Также есть у нас английский уголок English Corner. Там также можете узнать и попрактиковать свой английский язык. И у нас есть зона ярмарки, которая представлена работами с образовательными возможностями и зона лотереи. Мы приветствуем вас и надеемся, что сегодня вам будет весело, интересно. Осы критерий мөлшері болу керек ең бастысы. Яғни килограмм ба, метр ма, уақытпен ба, қандайда ақшамен ба, әйтеуір оның мөлшері болу керек. Бұда нал деген сөздер. Сынақ ішінде, яғни мақсатымыз біздің анық болсын. Бізді анық болу керек. Анық не қалайтынымызды білуіміз керек біз. Анық болу керек. Нақты яғни. Және оның уақыты болу керек. Уақыты, яғни басы немесе аяғы. Ол сізге ұнау керек. Шынымен сіздің қалауыңыз бойынша болу керек. Шаблонный мақсат қоймаңыздар. Шаблоны неге? Үй, машина, көп ақша деген сияқты. Нағыз сізге керек. Және ол қолжетімді болу керек. Сіздерге қазір сіздер кішкентайсыздар, сразу миллион, миллиард деген сандарды қойса, ол нереально біздің миымыз қабылдамайды. Сол себептен сіздер мынадай цифр немесе уақыты бойынша, қандай да бір дедлайн бойынша сізге қолжетімді, шынайы болу керек. Сол осы критерий мөлшері болу керек ең бастысы. Яғни килограмм ба, метр ма, уақытпен ба, қандай да ақшамен ба, әйтеуір оның мөлшері болу керек.